динамика, электр және оптика бойынша эксперименттер. Ньютон бағдарламалық құралы қарапайым машиналарды, механизмдерді, кинематиканы, динамиканы, термодинамиканы, электр энергиясын және оптиканы компьютерде 3 форматында зерттеуге мүмкіндік беретін физиканы үйрену мен оқытудың мүлдем жаңа әдісін ұсынады. Студенттер интерактивті түрде 3 физикасының шынайы эксперименттерін құрастыра, басқара және зерттей алады, есептерді шеше алады және т. Ньютон физиканың модельденген заңдары бойынша жұмыс істейді. Бұл физикалық модельдердің шектеулерінсіз тәжірибелеріңізді интерактивті түрде құруға, басқаруға және зерттеуге мүмкіндік береді. Қолданба терезесінің жоғарғы жағында сіз бірнеше құралдар тақтасын табасыз. Объектілер тақтасы ең маңыздыларының бірі болып табылады. Ньютонда эксперимент жасаған кезде қарапайым геометриялық пішіндерден кірпіштер мен шарлар сияқты күрделі құралдарға тұғырлар, беткейлер және автомобильдер сияқты, сондай-ақ шектеулер соның ішінде әр түрлі түйіспелер мен серіппелер сияқты нақты және дерексіз нысандардың кең таңдауын таңдауға болады. 350-ден астам мысал файлдар мен проблемалы файлдар әр түрлі тақырыптарда қолжетімді. Енді біз сізге бағдарламаны қалай пайдалану және әсерлі эксперименттер мен демонстрациялар жасау туралы қадамдық нұсқаулық береміз. Жаңа эксперимент жасау үшін жаңа белгішесін басыңыз. Бұл бос үш және сипаттама терезелерін ашады және экранда тек үстел үсті көрсетіледі. Сипаттама терезесі өңдеу режимінде болғанда, терезе мазмұнын жасауға көмектесетін белгішелер ұсынатын тік сипаттама құралдар тақтасы көрінуі керек. Бірінші қарапайым тәжірибемізді құруды бастайық. Сіз шар объектісін объектілер құралдар тақтасының денелер бетінен таба аласыз. Оның белгішесін басыңыз, сонда шар 1-ден 3 аймағында пайда болады. С координатасын өзгеріссіз сақтай отырып, нысанды кісі жазықтығы ішінде жылжытуға болады. Нысанды осы бойымен дұрыс орналастыру үшін жоғары төмен жылжыту белгішесін басып тұрып, тінтуірді пайдаланыңыз. Модельдеуді бастау үшін іске қосу түймесін басып, экрандағы допты бақылаңыз. Енді доптың қозғалысын көрсететін сызбаларды құрайық. Диаграмма белгішесін тауып, диаграмма сипаттары терезесін ашу үшін оны басыңыз. Содан кейін қисық жасап, оны сипаттама терезесінде диаграммаға орналастыруға болады. Диаграмма сипаттары терезесінде position түйінін таңдап, диаграмманы орналастырыңыз. Уақыт өте келе осы бойымен құлап жатқан доптың қозғалысын бақылау үшін модельдеуді орындайық. Қосылған маятник тұрғызайық. Объектілер құралдар тақтасынан тіреуішті сахнаға шығару. Тірек пен допты дәл орналастыру үшін екі көру режимін пайдаланыңыз. Топсаны тұғырға бекіту үшін тұғырды таңдап, топса түймесін басыңыз. Топсаны шарға байланыстырыңыз. Енді сізде қарапайым маятник бар. Көшіру және қою арқылы маятниктің көшірмесін жасаймыз. Екі маятникті бір-біріне жақын орналастырыңыз. Біз серіппені шарларға қосамыз. Серіппенің әр ұшындағы қосқыштар автоматты түрде бекітіліп, шарларға тартылады. Сипаттар терезесін ашу үшін серіппеге 2 рет басыңыз. Қаттылықты 1 ньютон метрге орнатыңыз. Уақыт бойынша 2 шардың координатасын салыңыз.
Маятникті сермеп, олардың қозғалысын бақылаңыз. Диаграммада қызыл сызық сол маятниктің қозғалысын, ал жасыл сызық оң жақ маятниктің қозғалысын білдіреді. Бір маятникті қозғалысқа келтіргенде, оның механикалық энергиясы муфта арқылы екіншісіне берілетінін, және бұл тасымалдау маятниктердің арасында үздіксіз тербелетінін байқаңыз. Бұл энергияның сақталу заңын көрсетеді. Егер үйкелісті елемейтін болсақ, жүйенің жалпы механикалық энергиясы маятниктердің арасында алмасатын кезде тұрақты болып қалады. Келесі тақырыпта мысал арқылы диаграммаға өрнек қосу жолын көрсетемін. Динамика кітапханасынан үлкен бұрышты маятник мысалын ашыңыз. Бұл мысалда біз маятниктің қозғалысын көрсетеміз. Бағдарламалы құралмен жасалған қозғалыс диаграммадағы қара нүктелермен көрсетілген. Маятниктің қозғалысын бірнеше математикалық тәсілдердің көмегімен сипаттауға болады. Орта мектеп деңгейіне қолайлы ең қарапайым тәсіл оны шағын ауытқулар үшін дәл нәтиже беретін гармоникалық осциллятор ретінде модельдеу болып табылады. Бұл қызыл сызықпен көрсетіледі. Әдетте университет деңгейінде қарастырылатын дәлірек жуықтау жасыл сызықпен көрсетіледі. Жоғары деңгейлі математиканы қажет ететін нақты шешім қара сызықпен көрсетіледі. Әрбір есептелген қозғалыстың формуласын диаграммада көрсетуге болады. Есептеулер сипаттама терезесінің беттерінде көрсетіледі. Мұнда Джекоба эллиптикалық функциялар мен эллиптикалық интегралдар көмегімен нақты есептеу берілген. Оны Ньютон бағдарламалық құралында да табуға болады. Мұнда математикалық формулаларды енгізуге болады. Егер бұл ыңғайлырақ болса, өрнекті бірнеше жолға жаза аласыз. Келесі тақырыпта мен сізге схеманы қалай оңай құру керектігін көрсетемін. Электр нысандары құралдар тақтасынан көрініске қосқышты, батареяны және шамды қойыңыз. Бұл бөліктерді сымдармен қосыңыз. Бөлшектерді қосу үшін, шағын сурет қаламының белгішесі пайда болғанша курсорды тиісті түйреуіш түйіннің үстіне жылжытыңыз. Бұл белгіше пайда болған кезде тінтуірдің сол жақ түймесін басып, сымды тартыңыз, және оның соңғы нүктесінде тінтуірдің сол жақ түймесін қайтадан басыңыз. Оның жұмысын тексеру үшін курсорды қосқыштың үстіне апарып, түймені басу арқылы ауыстырыңыз. Ауыстырғышты, мысалы, оған допты тастау арқылы ауыстыруға болады. Физиканың тағы бір қызықты саласы оптика. Ньютон көмегімен әртүрлі оптикалық жүйелерді орнатуға және Ньютонның сәулелерді бақылау қозғалтқышын пайдаланып оларды шынайы түрде бейнелеуге болады. Оптикалық элементтер объектілер құралдар тақтасындағы оптика қойындысының астында орналасқан. Қолжетімді компоненттерге әртүрлі линзалар, айналар, призмалар, сәуле шығарғыш және кенеп кіреді. Оптика кітапханасынан конвергациялық линза мысалын ашыңыз. Бұл мысалда біз дөңес линза мен кенепті пайдаланып қарапайым оптикалық жүйені көрсетеміз. Оптикалық демонстрацияны көру үшін Ray Trace белгішесін басыңыз. Егер біз линзадан нысанаға дейінгі қашықтықты немесе линзадан кенепке дейінгі қашықтықты өзгертсек, проекцияланған кескін үздіксіз қайта салынады. Осымен Ньютон бағдарламалық құралын пайдалану арқылы динамика, электр және оптика эксперименттерін көрсету аяқталады.
Толығырақ мәлімет алу үшін, u Newtonlab.com веб-сайтымызға өтіңіз.